Сәлем достар, бүгін мен қатпарлы қамырдан, яғни слоеное тестодан слойка жасаудың 10 түрлі әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге керегі қатпарлы нан, ішіне салатын кез келген начинка, бетіне жағу үшін бір жұмыртқа және әсемдік үшін қант пудрасы. Начинкасы ретінде мен алманы қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша ішіне творог, қоюландырылған сүт, джем, кез келген жеміс жидек, тіпті етті де қолдансаңыздар болады. Слойкаларымызды жасап болған соң, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градусқа дейін қызып тұрған духовкаға шамамен 20 минутқа саламыз. Слойкаларымыз дайын, бетін қант пудрасымен әсемдейміз. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.